Баршаңызға сәлем. Бүгін сіздермен өзбек ұлтының дәмді тағамдарының бірі хамир хасибті бірге жасайтын боламыз. Ол үшін видеоны соңына дейін қарап, арнаға тіркеліп, қоңыраушаны басып қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен қамырымызды дайындап аламыз. Ол үшін бізге жылы су, бір жұмыртқа, шым-шым тұз және алдын ала електен өткізіліп қойған ұн қажет болады. Қажетті заттарымызды қосып, ұнымызды салып, тура еттің қамыры немесе мантының қамыры сияқты қамыр илеп аламыз. Иленген қамырымыздың бетін жауып, 20 минутқа демалдыруға қоямыз. Ал енді салмасын жасаймыз. Салмасына бізге тартылған ет, майда етіп туралған пияз, үкіштен өткізілген картоп және пісірілген күріш қажет болады. Картопты ұнатпасаңыздар, қоспасаңыздар да болады. Және татымына қарай тұз, бұрыш салып, жақсылап араластырып, салмасын дайындап аламыз. Ал енді дайын болған қамырымызды оқтаудың көмегімен жұп-жұқа етіп жайып аламыз да төрт бұрышты бөліктерге бөлеміз. Дайын болған қамырымызға бір келкі етіп салмасын салып шығамыз. Сонан соң тура видеодағыдай етіп орап аласыздар. Барлығын орап болғаннан кейін мәнті қазанымызға астын майлап салып 45 минут буға пісіріп аламыз. Қаймақпен немесе томат соусымен ұсынсаңыздар болады. Ас болсын.